жол жүрген кезде осындай тоқтайтын жерлер бар. Бұл жерлерде адамдар әжетханаға шығады, тамақтарын ішеді, керек нәрселер сатып алады. Мына жерде кофе, салқын су деген сияқты. Біз мынандай жерге келдік, таудың шыңына. Дрон ұшып көрейін деп жатырық. Егер күшті видео шықса, сіздерге білсемін. Біздің автобус. Біз қазір таудың басындамыз. Таудың басына шығып нақты зарядка істеңдер деп осындай болып қойды. Тауды көретін жерін көрдік. Енді біз тамақтануға барамыз. Біз қазір мына жаққа тамақтануға келдік. Мына жақта балықтарды сразу аулап, бұл жерден салып беріп жатыр. Мына жақта бізде теңіз. Мұнда тамақтар. 잠시만 기다려주십시오. міне Соян 리조트 деген осындай резортты біздің университет, Тэджон университеті мынау 7 айдың 1-ші күніне осылай 1 түн 2 күнге жалдаған екен. Ал сіздерге кішігірім румтур жасайын. Мына жерде аяқ киім шешетін, қазақтар секілді кәрістерде осылай аяқ киім шешетін жері осындай төмен болады. Ішкі үйге заттар кірмесін деп, мынау біздің кілт, сол кезде мына свет жанады. Міне мына оң жақта кішкене мини кухня. Кухня мен қазір мына жерге мусор қойып қойғам. Мына жақта әжетхана. Одан кейін мына жерде туалетный столик. Мына жерде киім жаятын. Өйткені мына жақта пляж болғандықтан киімдер су болады. Туалетный столик. Мұнда төсек. Сонымен қатар бір таңғалдырғаны, обычно корейский үйлерде потолок өте қысқа болады. Яғни мында бір адамның бойының басынан кішкене ғана ұзын болады. Ал мына жақта потолок өте биік екен. Бөлме соншалықты кішкентай болғанмен потолок биік болғандықтан үй кішкене үлкендеу көрінеді екен. Мына жерде телевизор, мына жерде киім ілгіш, кондиционер бар. Мына жақта үлкен осындай балкон. Балконға шыққан кезде осылай. Және ар жағында пляж. Тура алдымызда осылай тамақтанатын және кофейня бар. Осындай. Енді әжетхананы көрсететіндей ондай қатты емес, кәдімгі душ. Онда айна және осындай. Мына жақта әжетхана.
жатыр ма? Суға түсіп алдық. Күшті екен. Таңғаларлығы мына жақта адам жоқ, хотя күшті пляж. Сол күні күшті. Сол қазір тамақтануға кетіп бара жатырмық. Қазір біз тамақтануға келдік. Кажется, барбекю болады. ет қуырып. 앉아서 기다려줘. 30분 안에 먹을 거야. 30분에. 싫어. 미안해. 미안해. 형이 미안하다, 야. 애가 있어. 얘기하지 마. 상남자였네. 상남자 아니었네. 지용아, 가자. 두개 씩 가자. 솥바 кажется. 내가 어쩌면 그만하고 좀 먹어야 돼. ет пісіп. 아빠. 근데 이거 생각했는데. 감사합니다. Кореяда етті жеген кезде мынандай жапырақ. Потом үстіне ет қоямыз. Осылай ет қоямыз. Потом бұл еттің тұзы жоқ, сол үшін мынандай қоямыз. Мынау түнгі теңіздің көрінісі деп қояйын да. Ештеңе көрінбейді бірақ. Мына жақта адамдар кемпинг жасап жатыр. Салют атып жатыр. жаңа жыл тойлап жатыр десең. Отбасыларымен келіп. Мынау резорт біздің тоқтаған жеріміз мынау. Мына жақ кәдімгі адамдардың тұратын жер сияқты. Осындай кофейня бар екен. Ол кофейня мынау жақта теңізге қарайды. Күшті видпен кофе ішесіздер, в общем.
저쪽에 네, 지금 화장실 쪽으로 가고 있어요. 한일쌤 따라가세요. тамақтан оғаттық. Сағат 1-ге дейін осы жерде қыдыра тұрыңдар деді. Сосын бірден қайтамыз деді. Көрейік ал. А, кстати, су тартылып кетіпті.